Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат. Ғаламатта Арай Райспен. Кез келген адамда, логотипте, картинада құпия мен сырлар көп. Сіз оны білмеуіңіз мүмкін, ал біз осы шығарылымда түрлі заттардың құпияларымен бөлісеміз. Кез келген тауарды ашқан кезде, ол зат болсын, тағам болсын, газдалған сусын болсын, сіз қанша тәуліктен артық қолданбайсыз. Мысалға, газдалған сусынды 2М болса, оны ашылғаннан кейін 2 тәулікте қолдануыңыз мүмкін. Немесе консервадағы құтыны 6М болатын болса, сіз оны ашылғаннан кейін тек 6 күн қолдана аласыз. Сіз осы ақпаратты білдіңіз бе? Білмесеңіз комментарий жазып, лайк басыңыз. Әйгілі Nike логотипі. Сіз оның киімін қолданбай Адидасты сүйетін болсаңыз да, Nike'ты міндетті түрде білесіз. Және логотипінің мағынасы қандай? Ежелгі Грецияда жеңіс құдайы Ника болған. Соның символ ретінде үнемі қанаттың бейнесі бейнеленген. Қанат ол жеңіс, яғни жетістік деген мағынаны білдіреді. Англияда болғандықтан кейін бұны Ника емес Nike деп атаған. Сондықтан да Nike'тағы белгі ол қанат белгісі, яғни жеңіс пен жетістік дегенді білдіреді. Күнделікті қолданатын USB трезубецқа ұқсауы мүмкін. Су құдайы Нептунның, яғни трезубеці деп айтылады халық ішінде. Неліктен? Бұның құдіреті, сол құдайдың құдіретіндей күшті қуат береді деген мағынада өзі ойлап табушылар дәл осы белгіні қалдырған. Тағы бір қызықты деректерге орналайық. Сіз карта ойнап жақсы көресіз ба? Бірақ картадағы корольдардың біреуінде, яғни Черви королінің мұрты жоқ екенін аңғармадыңыз ба? 4 корольдің ішіндегі жалғыз мұртын қырып алған король емес. Бар болғаны дизайн кезінде қателік кетіп, алғашында печать жасаған сұлбасында онда мұрт бар. Тек басар кезде принтер істемей қалып, мұрты салынбай қалған, сондықтан да ол мұртсыз король болған. Черви корольінің тағы бір ерекшелігі, оның о баста қылыш ұстап тұрмаған, оның басында топор, яғни балта болған. Бірақ дизайнерлер сұлбаны жасап печатьқа жіберетін кезде қателесіп, топордың, яғни балтаның орнына қылыш жасап жіберген. Сізге дерек қызық болды ма? Онда комментарий жазып, біздің арнамызға жазылыңыз. Сәнге айналған кеді аяқ киімі. Қазір екінің бірі оны кию мүмкін. Әлбетте, оны алғаш ойлап тапқан кезде, оны тек баскетболшыларға ойлап тапқан. Себебі кеды басқа кроссовки сияқты аяқ киімге қарағанда табаны нәски тәріздес дизайнмен болғандықтан, оның түпкі жағы өте қатты болған. Секіргенге, трюктар жасағанға, жүгіргенге қолайлы және табанынан ешқандай ауыртпашылықты өткізбейді. Әлбетте, баскетболшылар оны ойында ғана қолданып, кейін кроссовки киетін болғандықтан кейін кеды баскетболдың спорт түрінен шыға бастады. Бірақ десе де, оны әлі күнге дейін жастар сән үшін спорт киімі ретінде киеді. Сіз автокөлік айдайсыз. Панеліңізде көліктің бензин құятын жанармайдың белгісі бар. Дәл сол жанармайдың белгісінің қасында стрелка болады. Ол оң жағында немесе сол жағында орналасады. Әлбетте, сіздің ақпаратыңыз үшін керек емес, бірақ сіз біреудің көлігіне отырып және жанармайды қай жағынан қоятынын білмесеңіз, сіз сол стрелкаға қараңыз. Егер оң жақта орналасқан болатын болса, машинаның, көліктің багы оң жағында орналасқан, ал сол жағында стрелка болса, демек сол жағында орналасқан. Әлеуметтік желіде жұмыс істеп отырып, кенеттен интернетіңіз жоқ болса, мынандай Chrome браузерде динозаврдың бейнесі шығады. Бірден жағдайды іздеп не болғанын қарай бастайсыз. Бірақ сіз оны не үшін қолданатынын білесіз бе? Сол динозаврмен ойын ойнауға болады. Chrome браузерді құрастырып тапқан адамдар интернет сөніп қалған жағдайда әлеуметтік желіде қалып немесе қосылғанша адамдар көңіл күйін түсірмеу үшін дәл осы динозаврмен ойынды ойлап тапқан. Біліп жүріңіз, коммент, лайк басыңыз. Бүгін өздеріңізбен тағы да қызықты ақпаратпен бөлістім. Арай Райс, ерекше арнадағы ерекше ақпарат.